Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Үшінші күнгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып мен кіммін? Өте қарапайым, күнде еститін жаттанды сөз. Бірақ психология саласында мен кіммін деген сұрақ ол self-concept деп аталады екен. Яғни адамның өзін өзі тану пайым парасатының екінші бір көз қараспен қарауының деңгейі екен. Бүгін біз өзімізге басқаша бір көз қараспен қараймыз. Дәл қазір мына бір орындық. Бүгін ең бір маңызды адам туралы талқылаймыз. Ол мына сізсіз. Жалпы осы орындықты өзіңіз деп елестетіңіз. Я? Өзіме де осы орындық қалпында қараймын. Сыртқы көз қараспен. Дәл қазір сіз қандай рөлдесіз? Баласыз, анасыз, ұстаз, шәкірт, қызметші. Бүкіл рөлдеріңізді алып тастаңыз, кім қалды? Дәл осы сияқты бос орындық. Өзіміз қалдық. Өзіміз туралы ой ең бірінші парақ, кіші бала кезден басталады. Өзіміз туралы таным осы балалық шақтан басталады екен. Кішкентай кезіңізде сіз туралы ең көп естіген сөздеріңіз қандай? Ата-анаңыз сізді не деп еркелетті? Достарыңыз сіз туралы қандай сөздер айтатын? Туыстарыңыз сізді не деп атады? Лақап атыңыз қандай болды? Өзіңіз туралы ең алғашқы пайым, түсінік, бағалау осы бала сәттен бастап қалыптасады. Балалық шақта бәлкім сіз бірдеңеге қорқып қалдыңыз, қорқақсың деді. Ал бала өзіміз не дейміз? Мен қорқақпын дейсіз. Қолынан келмейді деген бір сөзді естіп қалдыңыз. Қанша іштей ұмтылсаңыз да қолынан келмейді деген іште бір үн айқайлап тұрады. Содан кейін осылай біздің өзіміз туралы пайым парасатымыз қалыптасады кішкентай кезімізден. Есейе келе 12-13 жасқа келген кезде не дейміз? Біз қарсыласа бастаймыз. Жоқ, мен ондай емеспін. Ол сендердің ойларың, маған бәрібір. Яғни келесі бір кезеңде өзіміз туралы ойды енді өзіміз жаза бастаймыз. Келесі кезең басталады. Универ шақ, қоғамдық өмірге кірісесіз. Өзіңізді тану жолда жүресіз. Бірақ біз өзіміздің қазығымызға қайта оралады екенбіз. Ол қай қазық? Бала кездегі мына бір қазық сіздің ойыңызға, мына бір сенімдеріңізге кедергі жасай бастайды екен. Сондықтан да дәл қазірге кезде психология саласында не дейді? Кішкентай баланың сенімін, өзіне деген махаббатын өшіріп алмаңыздар деп дабыл қағып жатыр. Бірақ біздің балалық шағымызда, сіздің балалық шағыңызда өзіміз туралы пікірді дұрыс қалыптастыратын білім деңгей болмағандықтан біз дәл қазір кейде қорқақпыз, бәрін жасай алатын сияқтымыз, бірақ бала сияқты болып тұрамыз. Сондықтан біздің ең бірінші өзімізге деген көз қарасымыз мына 3 кезеңнен қалыптасады екен. Осы 3 кезең арқылы сіз өзіңізді танисыз. Бұл сіздің өзіңіз туралы ақпараттар жинағы екен. Бұл ақпарат жинағын біздің ДНК, біздің жасушалар ұмытпайды екен. Сондықтан бүгін біз өзімізді басқаша бір көз қараспен тануды үйренуіміз керек. Жылдар бойы өзіміз туралы таным парасатымызды біз бір күнде өзгерте алмаймыз. Біздің нейропластикалық, біздің ми жүйке жүйеміз оны бір күнде қабылдай алмайды. Сондықтан да 1000 рет жазып, мен бақыттымын деп жүріп, мен табыстымын деп жүріп, табысты бола алмаудың себебі осында, жандарым. Үнемі
жылдар бойғы біздің генімізде қалып қалған, біздің кезеңдерімізді жаңа бағдарламаға айналдыру, ол тек қана жазумен қана келмейді. Біз ең бірінші көз қарастарды өзгертуді бастауымыз қажет. Мәселен, менде бір клиент болды. Арай дейді, мен қазір 15 жыл келіндік өмірдемін дейді. Мен қазір шаршадым дейді. Мен 15 жыл бойы ата-енем не айтса да, күйеуім не десе де көндім, бірақ қазір көне алмаймын дейді. Мен не істеймін дейді. Неге? 15 жыл бұрын бұл кісі неше жаста болды? Бұл кісіні бір жай ғана машина ретінде елестетсек. Ол жап-жаңа судай жаңа машина болды. Судай жаңа машина 15 жылдан кейін не істейді? Өте көп болды, бұрынғыдай жүрмейді. Машина тозуы мен адамның жанының тозуы бірдей жандарым. Сондықтан да бұл кісі 15 жылдан кейін атылуы бұл норма. Ол айтады да, мен 15 жыл бұрын мен мән бермейтін едім, қазір неге мен мән беріп қалдым дейді. 15 жыл бұрын сіз жап-жаңа машина болдыңыз. Ал қазір тым ескі. Бензиніңіз жоқ, жанармайыңыз жоқ, тым ескірген, күтім қажет машинасы деді. Сондықтан да өздеріңізді бұрынғы өзіңізбен салыстырудың қажеті жоқ. 15 жыл, 5 жыл, 2 жыл бұрынғы өзіңіз бола алмайсыз. Ал енді өзіңіздің жаңа бір нұсқаңызды, жап-жаңа машина болуды қалайтын болсаңыз, сіз бүгіннен бастап өзіңізді тануды, мен кіммін, нені қалаймын. Расымен де осы уақытқа дейін адамдардың маған айтқан пікірі, ол орынды ма? Әлде ол орынсыз ба? Менің қолымнан нелер келеді? Өзімді қалай бақытты ете аламын? Армандарым менікі ма? Жазып жатырмын. Бұл менің арманым ба? Неге мен қарызға кірдім? Неге бала ала алмай жатырмын? Неге мен ашуланшақ болып кеттім? Бұның барлығы жауабы өзіңізді таныған кезде, өзіңізді түсінген кезде, өзіңіздің машина сияқты шаршаған, тозған, бензиніңіз қалмаған, тіпті машиналар бірлері моторлар шығып кеткен, тура солай сияқты өзіңізді елестетіп, өзіңіздің күшіңіздің таусылғанын мойындаған сәттен бастап сізде өзгеріс бастайды. Жан таласудың қажеті жоқ. Бір сәтке тоқтау керек. Өзіңді тану, өзімен жұмыс жасау ең бірінші тоқтаудан басталады. Үнсіздіктен басталады. Асықпаудан басталады. Анау өзгеріп кетті, анау байып кетті, анау тұрмысқа шығып кетті, анау миллиардер болып кетті. Сенің бойына біткен бақ сені түбі табады. Американың ең жас президенті мен ең кәрі президентінің айырмашылықтары өте үлкен. Біреуге бақ 40-та келеді, біреуге 70-те, біреуде 90-да келеді. Бақ түбі адамның бойына біткен кезде, оны түсінген кезде сіздің қолыңыздан шықпайтын болады, уысыңызда тұратын болады. Сондықтан да ең бірінші өзіңізді тануды, жақсы көруді, сіз туралы ойларды өзгертуді әрекетке айналдыруымыз қажет. Дәл қазір сіздерге сұрақтар қоямын. Телефонды тоқтатасыздар да, өздеріңіздің осындай аппақ А4 қағаздарыңызды аласыздар. Бірінші сұрақ деп өзіңізге жауап беріп отырасыз. Бұл тапсырманы ерінбей дәл қазір жасауға тырысыңыз. Ең бірінші сұрақ. Мен үшін ең маңызды 5 құндылық қандай? Құндылық, яғни сіз үшін маңызды қандай 5 дүние бар? Қарызым көп болса да мен үшін денсаулық маңызды деп құндылықты бірінші қоятын адамдар бар. Отбасым дейтін адамдар бар. Менің жұмысым дейтін адамдар бар. Адалдық дейтін адам бар. Әлем өзгерсе де өзгере берсін. Туған жерім маңызды дейтін адамдар. Яғни құндылық. Сіз үшін не маңызды? 最重要的5个事情，5个呀。
соны жазасыз. Тоқтатып қоясыз шипенді, сосын жазып алыңыз. Енді екінші сұрағым, қандай жағдайда мен өзімді өте еркін сезінемін? Біреулер айтуы мүмкін, мен бар ғой, мына қазақ тілін сөйлеген кезде еркін сезінемін, ханзуша сөйлеген кезде еркін сезінемін, билеген кезде еркін сезінемін, құрбыларымен жүргенде еркін сезінемін, күйеуімнің жанымда мен өте еркін сезінемін, анамның қасында еркін сезінемін. Яғни, қандай кезде сіз өзіңізді еркін сезінесіз? Үшінші сұрағым, мен өзім туралы қандай істерді факт деп жүрмін? Яғни факт, яғни жын жүйім. Мен өзім туралы осы жын жүйім, мына факт деп өзімді қабылдадым. Мысалы, мен ерте тұра алмаймын, бұл факт деп өзімді қабылдап алады ғой кейбір адамдар. Мен ешқашан арықтай алмаймын, бұл қойшы, ол менің қолымнан келмейді. Мен ешқашан билей алмаймын, мен ешқашан тіл үйрене алмаймын. Менің күйеуім сондай болды. Арай қойшы, факт болды да ол үшін. Мен ешқашан шетелде тұрмаймын, ешқашан тіл үйренбеймін деген Дидар үшін, мен күйеуім үшін ол факт болды. Яғни сіз үшін не факт? Соны жазып шығыңыздар. Төртіншісі, қиындық, қорқыныш келген кезде мен қалай әрекет етемін? Мысалы, қиындық, қорқыныш келген кезде мен болмай өзімді соғанандай интернет ақтарып, миыма демалыс бермей ақпарат іздей беремін. Мысалы, мен күйеуім жаяу жүріп кетеді. Ода бір қиындық болған кезде, андай гуңя парктерді аралап кетеді. Мен сонда бір қойым, мынада бір қиындық бар екен. Сіз қандай әрекет жасайсыз, соны жазасыз. Бесіншісі, өзгелердің ата-ана, күйеу, жолдас, бәрі пікірінің мынау жақсы деп бағалауларын бәрін алып тастаған кезде, өзіңіз үшін шешім қабылдасаңыз, сіз нені алар едіңіз? Көз қарасына бағынбайтын болсам, мысалы мен өзім нені қалайтын едім? Өзім де таңғалып тұрмын да. Мүмкін мен қолыма андай сурет салып алатын бедім, білмеймін андай. Ешкімге бағынбай, өзім туралы бір естеліктер қалдыратын бедім. Бірақ мен оны жасамаймын да. Себебі көрдіңіз ба? Яғни, мен жасай алмайтын, өзіңіздің жасай алмайтын істеріңіз болады. Кейбіреулері, егер мен ата-анам болмаса, күйеуім немесе ана болмаса, мен қысқа киетін едім дейді, қысқа киілмейтін. Егер менде анандай адамдардың көзқарасы туралы ойламайтын болсам, мен шашымды кестіретін едім. Яғни, адамдардың көзқарасын, адамдар мен туралы не деп ойлап қалады деген қорқыныштарды алып тастасаңыз, сіз нені жасайтын едіңіз? Ол өте психологиялық терең сұрақ, соған жауап беруге тырысыңыз. Дәл осы сұрақтарды жауап беріп болғаннан кейін, жауаптарыңызға қарасаңыздар, бұл сіздің шынайы келбетіңіз болып шығады. Яғни сіз өзіңіз туралы басқаша бір көзқараспен, өзіңізді басқаша жолмен тани бастайсыз.